жақсы тыныштық орнаған секілді, ата-аналар сәлеметсіздер ме? Бүгін онлайн сыныптың ата-аналар жиналысын бастаймыз. Бүгінгі мәселе біздің көтерілетін қашықтықтан оқыту қалай жүзеге асады? Барлығыңызға белгілі 15 наурыз күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қаулысымен елімізде төтенше жағдай орнаған болатын. Соған байланысты біз 3-ші тоқсанды шұғыл түрде аяқтадық. Және де енді мына каникулдың аяқталуына байланысты біз 4-ші тоқсанды онлайн түрде, яғни қашықтықтан оқытуды осы алдағы апта бастағалы жатырмыз. Бүкіл әлемде дәл осындай жағдай орнауда, бүкіл әлем бойынша 850 миллионнан астам оқушылар дәл осылай қашықтықтан білім алуда. Енді бүгінгі күні, кешегі күні білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов өзінің бұйрығын шығарған болатын. Яғни бұл қашықтықтан оқыту туралы. Ол жерде қашықтықтан білім алу 3 түрлі әдіспен жүзеге асатындығы туралы айтылған. Бірінші әдісі телеарналар арқылы, яғни қазақ тіліндегі сабақтар балапан телеарнасынан көрсетілетін болады. Және екінші әдіс бұл интернет платформалары арқылы жүзеге асады. Ол дегеніңіз Дарын онлайн, білім ленд секілді сайттар арқылы, сонымен қатар WhatsApp секілді мессенджерлер, яғни хат алмасуға арналған программалардың көмегімен сабақты өтетін боламыз. Осы білім және ғылым министрлігінің шығарған бұйрығында көрсетілгендей, сабақтар ертең 4-ші тоқсанда сабағымыз бірдеңе қытырлап тұрған сияқты. Ата-аналар нелеріңізді жөндей қойыңыздар. Наушниктеріңізді, дауыстарын өшіріп қойдыңыздар ма барлығыңыз? Бір нәрсе дұрыс болмай тұр. Сіздерге де сөйтіп қытырлап тұр ма бір нәрсе? Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Енді біз 4-ші тоқсаннан бастап сабақты қалай жүзеге асырамыз? Сабақтар өз кестесімен өтеді. Бұрынғы 3-ші тоқсаны біз қандай сабақ кестесімен оқыдық, дәл сол кесте сақталады. Ішінара өзгерістер болуы мүмкін. Сабақ 1-9 сынып аралығындағы оқушылар үшін сабақ таңертеңгі 8:30-да басталады. Бұрынғыдай 5 күндік жүйемен оқытылатын болады. Сабақтың ұзақтығы 30 минутты құрайды. Және сабақтар арасындағы қоңырау 5-10 минутты құрайды. Осы кезде сіздерге айтылатын бір ережелер бар, жадынамалар бар. Соны қазір экранға шығарамын. Қарап танысып алсаңыздар болады. Ең бірінші ата-ананың міндеттері баламен бірге күн режимін жасау, баланың қолдаушысы, кеңесшісі болу, сабырлық және шыдамдылық таныту, жаңа тәжірибені қабылдау, құрылғылармен шама келгенше қамтамасыз ету, балаға бағыт бағдар беруге көмектесулеріңіз сіздерден сұралады. Яғни баланың білім алуына сіздердің көмектеріңіз өте үлкен қажет болады. Және тағы да бір айта кетерлік жайт. Сіздердің балаларыңыз үшін, оқушылар үшін арнайы сабақ орны болу қажет, ол тыныш болу қажет. Және оқушыға ешқандай кедергі болмауы қажет. Сосын сабақтың уақытында қосылуын, сабақта біз WhatsApp желісінде сабаққа балалардың дайын болуын қадағалап отырыңыз. Мысалы, сабақ күнделікті таңертең 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші күндері таңертең 8:30-да басталады. Сол 8:25-те оқушы, яғни балаңыз телефоны зарядталған түрде кәдімгі оқулықтарын, оқу құралдарын дайындап қойып, күтіп отыру қажет. Сабақ кестесі бойынша мұғалімдер WhatsApp-та өздерінің материалдарын жібереді, тапсырмаларын береді, видео сабақтарын жібереді. Сол бойынша жұмыс жасайды. Егер видеомен сабақ өтетін болса, яғни осындай Zoom деген приложениелерде сабақ өтетін болса, балалардың жуынып, таранып, ұқыпты, таза отырғандары жөн болып есептеледі. Аржаңыздағы неңізді өшіріп қойыңыз. Арттағы шу дауыс естіліп жатыр, ата-аналар. Сосын
көп уақытын өзімен жұмыс жасауға, яғни тапсырмаларды оқуға, кітапты оқуға жұмсаңыз, және оқушылардың мұғалімнің берген тапсырмасын оқып отырғандығын, жазып отырғандығын міндетті түрде қадағалаңыздар. Және бос уақытында теледидардан өтетін сабақтарды қарап, басқа да әдеби кітаптарды қарауына көңіл бөлуіңіз сұралады. Сосын енді біздің мектебіміз бойынша біз ауылдық жерде тұратын болғандықтан кейін бізге барлық интернет платформаларын қолдану қиындық тудырады, және интернет мәселесі өте актуалды мәселе. Интернеттің жылдамдығының аз болуы, қатып қалуы барлығына қиындық келтіруде. Соған байланысты біз ұстаздар WhatsApp арқылы сабақ өтуді жөн көріп отырмыз. Бірақ ішінара видео сабақтар болып тұрады, және міндетті түрде оқулықпен жұмыс жасалады. Сол уақыттарда осы желіде мұғалімнің айтқан тапсырмасын, қойған сұрағына міндетті түрде жауап беріп отыру қажет. Содан кейін мұғалім сабақты түсіндіріп болғаннан кейін сол кезде ғана сұрақ қоюға рұқсат етіледі. Дәл сол уақытта мектепте, мысалы бұрында мектепте 40 минутта отырып бір сабақты оқитын еді ғой, сол секілді қазір 30 минутта үйінде отырып сол сабағын оқиды. Сол кезде ғана, сол аралықта ғана мұғалімді мазалап, сол кезде сұрақтарын қойып, түсінбеген нәрсесін түсініп алуына болады. Ал енді ол уақыт біткеннен кейін мұғалім басқа сыныптарға сабағы басталады. Басқа сыныптарда да дәл сондай қашықтықтан білім беріледі. Сондықтан ешқандай қиындық тумау үшін мұғалімдер де, оқушылар да, ата-аналар да түсіністік таныту қажет. Және мұғалім түсіндіріп жатқан кезде, мысалы, мынадай Ержанның ата-анасы хабарлама жазып жатыр екен, дауысы естілмейді дейді. Сіздерге де дауысы естілмей тұр ма? Жазсаңыздар болады. Естіліп тұр ма? Жақсы. Не айтайын деген, жаңағы чаттарда, әрбір біз қазіргі өзіміздің мектепшілік ереже шығарып, барлық сабаққа, өтетін сабақтарға чаттар аштық. Мысалы, 7-ші А сыныбы қазақ тілі мен әдебиеті, немесе 7-ші А сыныбы физика, 7-ші А сыныбы химия деген сияқты өздерінің чаттары, яғни группалар бар. Сол жерде мұғалім сабақты түсіндіріп жатырған кезде оқушылардың немесе ата-аналардың оған кедергі келтіруіне жаңағыдай дыбыстық хабарлама, басқа да хабарламалар жіберуге рұқсат етілмейді. Тек қана осындай дұрыс дауыс естілмей тұр ма, ата-аналар? Неңізді қосып, микрофоныңызды қосып маған айтсаңыздар да болады. Жақсы, мен мына суретті өшірейін, сол кезде естіле ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Астына жазсаңыздар болады. Иә, естіліп тұр. Жаңағы сурет шығарған кезде естілді ма даусым? Естілді, естіліп тұр ма? Түсінікті болды ма мен айтқаным? Яғни бұл жай ғана жаңағыдай тапсырма беріп тастап тек жатады деген сөз емес. Ол 30 берілген, мысалға бірінші сабақ, бірінші күні бірінші сабақ, мысалы алгебра сабағы болса, дәл сол кезде барлық мана алгебра 7-ші А сыныбы алгебра деген группада 20 оқушы түгел отыру керек, және мұғалімнің жазған хабарламасын ашып қарап, оқып, тапсырманы орындап, сол 30 минуттың ішінде сол чатқа дәптеріне жазған есептерін, мысалы дәптеріне жазған есептерін апайына көрсетуі қажет. Түсінікті ғой, барлығыңызға бұл тексеріледі, бұл қадағаланады, ертең бұл оқушыларға міндетті түрде баға шығарылады. Сондықтан аса жауапкершілікпен көмектесіп қарауларыңыз сұралады. Және бір сіздерге жақсы нәрсе айтқым келіп тұр, сіздердің балаларыңызды мақтағым келіп тұр. Тәтуа деп айтайын, бір айтқан нәрсені, группада жіберген нәрсені өте жақсы қабылдап, өте жақсы түсініп, өте жақсы жауап береді. Кешегі біздің 1-ші сәуір күні өткен сынама сабағымызда оқушылар өте жақсы қатысып, барлығы жауап берді. Бірақ өкінішке орай ол кезде жазылып алынған видеоның ешқандай дыбысы сақталмай қалды. Сондықтан біз
өтініш жасап екінші рет тағы да түсіруге тырыстық. Сол кезде қатысқан 7 оқушыға үлкен рахметімді білдіремін. Ата-аналар, сіздерге бір өте жақсы мүмкіндік туып тұр. Қазіргі таңда осындай үйде болыңыз, үйден шықпаңыз деп осындай жағдай болып жатырған кезде өздеріңіздің балаларыңыздың қалай дамып жатқанын, сабаққа қалай қатысатынын, өздерінің ойларын қалай жеткізетіндігін үйден қадағалап, соны көріп тамашалай аласыздар. Қазіргі 7-ші сынып оқушылары жасөспірімдік кезеңде үлкен адамдарша сұрақтарға жауап беріп, өз ойын айтып, қорытындысын жасап, саралап, сараптап, тіпті үлкен адамның ойына да келмейтін керемет ойларды, керемет әсерлермен бөлісіп жататын оқушылар сыныбымызда өте көп. Сіздерге соны қадағалап, қарап отыруларыңызды сұраймын. Енді осы мәселеге қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Мына жерде микрофондарыңызды қосып сұрақ қойсаңыздар болады. Ал бәрі түсінікті болса, мына жердегі жаңағыдай қолды былай смайлик бар, осы жерде 3 нүктені бассаңыз, астында смайлик тұр, соны осылай жіберсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, ауызша айтсаңыздар, немесе астына мынадай хабарлама түрінде жазып жазсаңыздар болады. Немесе мынадай Нені қалай көремін дейсіз, түсінбей қалдық. Сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті ма? Мынадай қылып смайлик жіберсеңіздер болады, егер түсінген болсаңыз, барлығы түсінікті болса. Мына жерде Сымбаттың ата-анасы бар екен. Барлық ата-аналар қосылып отыр екен. Рахмет. Берекеттің ата-анасы отыр мына жерде. Түгел ата-аналарды көріп отырмын сіздерді. Қарақаттың ата-анасы бар екен. Сұрақтарыңыз бар ма, ата-аналар? Нұрлыбектің ата-анасына барлығы түсінікті екен. Рахмет. Смайлик жіберіпті. Басқа ата-аналар не айтамыз? Айтарымыз бар ма? Өтініш, тілектеріңіз, түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар. Гүлзаттың ата-анасына барлығы түсінікті екен. Сұрақ қойылмай жатса, мына астына жаңа участники деген жерге хабарлама қылып жазып жіберуге болады. Берекеттің анасына барлығы түсінікті екен. Дархан анасы сіздерге түсінікті ма? Нұрдананың анасы жерде Қарақат, Ержан сіздерге түсінікті болды ма? Барлығы түсінікті ма, ата-аналар? Мына жерде тағы біздің ата-анамызға түсінікті болып жатыр екен. Асланның ата-анасына барлығы түсінікті. Басқа ата-аналар түсіндіңіздер ғой, Нұрдананың ата-анасы, рахмет. Барлығыңызға түсінікті деген ойдамын. Олай болса, бұл жиналысымызды аяқтайық. Бұл хабарландыру, хабарлама, ақпараттық бағыттағы жиналыс болатын. Енді алдағы уақытта 6 сәуір күні басталатын осы 4-ші тоқсанымызда барлығыңызға сәттілік тілеймін. Балаларыңыздың жақсы жағынан көрініп, үлкен белестерді бағындыра беруін тілеймін. Жақсы, сау болыңыздар.